Астыңдар балықтар. Күшті. Мына балықтарды қараңдар. Қазақ даласының әр төбесі, әр белесі ертегі, топырағын басып қалсаң, бір ертегі шертеді деп Мұхтар Шаханов айтып кеткендей, биіктігі 18-20 метр бастаудың ішінен 3 басты айдаһар шыққан деген аңыз әңгіме әлгіге дейін бар. Себебі Балықты көлі ғалымдардың болжамы бойынша мезозой эрасында пайда болған деген дерек бар. Ата-бабаларымыз бұл жерді қазақ халқының басына түскен қасіретті оқиға Ақтабан шұбырынды кезінде жоңғар шапқыншылығында туған жерді азат етуде көрсеткен ерліктері үшін еншіге алған екен. Балықты көлі оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданындағы Жаскешу елді мекенінде орналасқан. Аудан орталығы Тұрар Рысқұлов ауылынан батысқа қарай 20 шақырым, Сәстөбе темір жолы станциясынан 12 шақырым жерде, Арыс өзенінің оң жақ жағалауында Жібек жолында орналасқан. Көл жер астынан мыңдаған бұлақ көздерінен шыққан судан пайда болған. Зерттеу бойынша жер асты мұхитының жер бетіне шығып жатқан жері. Бұлақ суы мұздай, суық, таптаза, мөлдір, шипалық қасиеті мол. Суы демікпе ауруына мыңда бір ем. Денеге шыққан жараға, құлақтан құлық ағуына қарсы полиартрит ауруына ем. Жергілікті тұрғындардың аяқ-қолы сырқырап ауырғанда бірнеше күн осы көлге шомылғаннан соң аяқ-қолының ауырғаны, сап қиылғанын жылжытып айтып отырады.